Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашанда өзінің әйелдеріне өз қолымен тамақтандырып, ішкен жерінен, әйелі ішкен жерінен, сол кесесінен ернін тигізген жерден ішетін болады. Бұл сүннет. Бұл сүннет. Айша радиаллаху анха айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен бір кеседен су ішіп болғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кесені алатын еді, сол өзі ішетін еді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен ішкен жерден өзінің ернін тигізіп сол жерден ішетін дейді. Сонда ер адамдар өзінің әйелдеріне махаббаты, яғни сүннет болған махаббат ғой. Сүннет махаббат. Бұл сүннет. Қазір әркім бөлек ішеді. Бұрын ерінің кесесі болса, алып әйел ішіп отыр, соның қалғанын ішіп отыр. Бұл хадисте келеді. Осы сүннетті айтып отырыңыздар ерлеріңіз. Айша анамыз айтады, мен дейді бір сүйікті мұжам дейді, істеген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол сүйікті алып, мен істеген жерде істейтін еді дейді. Қандай араларында деген махаббат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде бүйтіп айтады, Саад ибн Аби Вақас радиаллаху анху бір кезде оның үйіне барады, сонда ол ауырып жатады. Саад ибн Аби Вақас радиаллаху анху ауырып жатады, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى لقمة ترفعها إلى في امرأتك. Расымен де сен қандай да бір отбасыңа ақша жаратсаң да, сен сол үшін сауап аласың дейді. Бізге кішкене жеңілдік. Яғни біз ақшамызды жаратсақ отбасымызға біз сауап алады екенбіз. Яғни ол садақаның түріне жетеді. Хатта луқматта тарфауха иля фи имратик дейді. Сен ана әйеліңе аузына бұлай тамақты салғанына дейін сен сауап аласың дейді. Енді бұл ер азаматтарға арналған сүннет. Екіншісі. Юқаббилу заужатаху ва хуа саим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза болса да өзінің әйелдерін сүйетін болған. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أزواجه رضي الله عنهن وهو صائم. Hadis'teki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orazа болса да өзінің әйелдерін сүйген. Айша радиаллаху анхадан осы хадис жетеді. Ораза болса да. Мен ораза болсам да деп айтады хадисте. Келесі. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويمسي في خدمة أهله. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem үйінде үй шаруаларында жасаушы еді дейді. Үй шаруаларында жасаушы еді. Яғни ер адам үй шаруаларында жасау керек. Бұл да бір сүннет. Келесі. Ястасхибуха фи сафар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарда әйелдерін де алып жүруші еді. Бұл да бір сүннет. Әйелдерін де алып жүруші еді. Яхтамилу мин әжли саадатиха. Келесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелінің қуанышымен бірге қуанады. Немесе әйелі қуанған кезде оған тағы да қоса атмосфера жасаушы еді дейді, қуану үшін дейді. Көрдіңіз ба? Яғни бізге арналған қаншама сүннеттер бар. Үйге барған кезде арналған қаншама сүннеттер бар. Жалпы еркектерге арналған осы сіздің заказыңыз дайын. Осындай. Енді кішкене оқиға айтып жіберейін сіздерге. Бұл оқиға бізге өте қатты қажет, әсіресе әйел кісілерге өте қатты қажет оқиға. Жақсылап тыңдаңыздар. Бір сағаттың ішінде дұрыс емес. Рабия жайында естігендеріңіз бар ма? Рабия деген үлкен ғалымның анасы жайында. Кім естіген бұл оқиға? Бар ма? Егер де естімесеңіздер мен сіздерге айтып берейін. Яғни Рабияның анасы. Бұл оқиға өте үлкен үлгі болатын, әйел кісілерге өте үлгі болатын оқиға. Бұл болашақ ана болатын, немесе қазір ана болып жатқан аналарға өте үлкен оқиға. Рабия өзінің баласын жақсылап тәрбиелеу үшін, өзінің баласын үлкен тұлға қылып шығару үшін, әлемдік тұлға қылып шығару үшін
қаншама малын құрбандық қылған. Бұл оқиға Фарух деген бір табииннің, немесе табииннің үйленуімен басталады. Фарух деген табиғи, ол Раби ибн Зияд радиаллаху анхудың құлы болады бірінші. Раби ибн Зияд радиаллаху анху деген сахаба болады, соның құлы болады.